ұлттық мұрамыз болып есептелінеді. Біздің қанымызда шешендік өнер атам заманнан бері бар. Ол біздің ата-бабамыздан келе жатқан үлкен дүние болғандықтан біз ол өнерді қалдырмай өзімізге насихаттап, болашақ ұрпаққа мұра ретінде бізді қалдыру керекпіз. Bir күні бір бай ақшасын жоғалтып, не қыларын білмей қалышты. Тоқтамыс заманында бір адамның 7 баласы болыпты. Өзі өліп, жалғыз ешкісінің 7 баласы қалыпты. Сонда тірі жүрген ешкісінің 7-еуі біріншідесін үлесін алыпты. Басым біреуі, екі көзім біреуі, 4 аяғым 4-еуі, өзге денесін біреуі алыпты. Сонда екі кенжесіне түскені артқы аяғының біреуі екен. Кенжесінің сыбағасына тиген аяғы ақсақ. Есі оған бұрын көлденен салып сүгіріп орап қойса,